Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз өте дәмді сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сармаймызды қосып, қантымызды қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Сіздерде миксер болмаса, жай ғана шанышқыны қолдансаңыз болады. Бір жұмыртқаны қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды алып, ұнымызға қопсытқышты қосамыз. Қопсытқыш біріншіден біздің массамызды үлкейтеді, және екіншіден ол біздің массамызды жұмсақ әрі әдемі қылады. Қалауларыңызша ванилин қоссаңыз болады. Енді массамызды араластырып, біртіндеп 4-5 бөлікке бөліп, илектен өткізіп қосып тұрамыз. Міне осындай құрғақ масса шықты. Енді оны қолмен елейтін боламыз. Формамызды майлап, менің формам диаметрі 24 сантиметрлік, сіздер 26 сантиметрлік алсаңыз болады. Жарты массамызбен астын жасап, қалған жартысымен жандарын жасап шығамыз. Енді ол әдемі тегіс болу үшін шанышқымен осылай видеодағыдай тегістеп шығамыз. Енді оны тоңазытқышқа саламыз. Ол тоңазытқышта тұрғанша біз саумасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбе, қант, жұмыртқа және қаймақ керек. Ыдысымызға сол барлығын қосып, барлығын жақсылап блендерлейміз. Коктейльдерге арналған блендерде жарайды. Барлығын жақсылап араластырып болған соң формамызға саламыз. Әртүрлі жеміс-жидектермен безендірсек болады. Мен шиемен безендірдім. Енді біз 180 градуста 40-45 минуттай пісіретін боламыз. Әркім пештері әртүрлі болғасын, ол шеттері кішкене сарғаю керек. Сонда ағаш таяқшамен тексеріп алуға болады. Толық суығаннан кейін оны кесіп жеуге болады. Өте дәмді, баршаңызға істеп көруге кеңес берем. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып кетіңіз. Подписаться етуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.